Қайырлы күн достар, бүгін асқабақтан осындай сап-сары әдемі блины жасаймыз. Құрамына керек заттар астында описаниеда бар. Асылған асқабағымызды ыдысқа салып, вилкамен езіп аламыз. Езіп болған соң үстіне жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстіне қант саламыз, тағы да араластырып аламыз. Үстіне аз-аздан ұнымызды қосып, араластырып отырамыз. Менде осындай қою масса шықты. Осының үстіне сүтімізді құямыз. Бірінші жақсылап араластырып аламыз. Сосын қайнаған жылы суымызды құямыз. Қамырымыз осындай қоймалжың қамыр шықты. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, жаймендеп пісіреміз. Тапамызға сұйық май жағып, орташа отта пісіріп аламыз. Дәмі нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Айзада.